қандай тығырық болса да, қандай, ол білмеймін, ол өлім деген сөз емес. Өмір осы жерде бітті деген сөз емес. Тура бір нәрсе сіздің жүрегіңіз жаралап тұрма, бұл сіздің өсу нүктеңіз. Вот сұрақ қойған кезде жауабы болатын болса, егер ол сұрақтың, значит оның әрекеті аз деген сөз. Егер оның жауабы болмайтын болса, оған әлем жауап береді деген сөз. Әлем деген ол қазіргі тілмен айтқанда Құдай. Құдай жауап берген кезде оның жауабын қайдан аласыздар? Келесі, енді ағылшынша айтайын, level up дейді ғой, сіздің келесі өсер жеріңіз, келесі деңгейіңіз, ол сіздің жаңа қойған сұрақтың жауабы. Сондықтан өздеріңізге қойған сұрақтың жауабын әлем жауап береді, әлем оны іс әрекеттеріңізде көрсетеді. Сондықтан қандай жағдайда болса да тоқтау, артқа кету деген жоқ. Біз 3 кезеңде өмір сүреміз: өткенмен, қазіргі және болашақ. Сол үшін өткеннен біз сабақ аламыз, дәл қазіргі сәтте өмір сүріп, ертеңіміз үшін дәл бүгін шешім шығарамыз. Сондықтан осылай өмір сүріңіздер. Бәрі оп-оңай болады.